Мен көміртекпін, бәрінің негізімін. Оттекпен қосылсам көмірқышқыл газын түземін. Жай элемент емеспін, бүкіл органикалық әлемнің тірегімін. Мен оттекпін, реакцияның қозғаушысымын. Көміртекпен кездескенде жылу мен жарық шығарамын. Мен көміртек 4 оксидімін, көмірқышқыл газымын. Мен жасыл өсімдіктердің ең сүйікті асымын. Олар мені жұтып, сендерге өмір беретін оттегіні сыйлайды. Бірақ менің де мінезім бар. Егер мен тым көп болсам, жер бетін жылытып жіберемін. Оны парник эффектісі дейді. Ал егер мені қатты суытсаңдар, мен сұйыққа айналмай, бірден аппақ құрғақ мұз болып қатамын. Сәлем достар, менің есімім Метан. Менің ортамда бір көміртек атомы, ал айналамда 4 бірдей сутегі бар. Біз берік орналасқанбыз, бұны ковалентті байланыс деп атайды. Мендегі көміртек нағыз энергия көзі. Егер маған кішкене ғана ұшқын берсеңіз, көміртек бірден сутегілерді жібере салып, оттегімен бірігеді. Осы сәтте үлкен энергия бүлініп, мен көгілдір от болып жанамын. Көміртектің тамаша тотықсыздандырғыш қасиеті. Менің есімім көміртек монооксиді. Мені иіс газы деп атайды. Менің ең басты қасиетім мен үнсізбін. Менің түсімде, иісімде, дәмімде жоқ. Мен байқатпай келемін. Көміртектің бойындағы тарту күші менде өте жоғары. Мен мықты тотықсыздандырғышпын. Пештерде металдарды оксидтерінен ажыратамын. Мен көміртектің аяқталмаған ісімін. Оның толық жанбаған жалынымын. Менің атым кальций карбиді. Құрамымда көміртек кальциймен иық тіресіп тұр. Бұл көміртектің металдармен қосылып өте қатты, отқа төзімді заттар түзе алатынын көрсетеді. Менің ішімде көміртектің екі атомы бір-бірімен сондай берік байланысқан. Көміртек өзінің нағыз тотықсыздандырғыш мінезін көрсетеді. Ол кальций оксидіне тап беріп, оның бойындағы оттегіні тартып алады да мені кальций карбидін жасап шығарады. Менің есімім темір 3 оксиді. Көбіңіз мені жай ғана қызыл темір кені деп білесіздер. Көміртек немесе көміртек монооксиді менің бойымдағы отты өздеріне тартып алады. Сол кезде менің орныма жарқыраған, таза темір түзіледі. Мен көміртекпін. Жай ғана қара тас немесе күйе деп ойлап қалмаңыз. Менің бойымда үлкен энергия жатыр. Қарсыласым айбынды концентрациялы азот қышқылы. Екеуміз әрекеттескенде қоңыр түтін шыға бастайды. Химияда біз оны түлкі құйрығы деп атаймыз. Ал өзім болсам, еркіндікке ұмтылып, көмірқышқыл газы түрінде көкке ұшамын.